Зайырлы мемлекет пен қоғам біздің тарихи таңдауымыз. Зайырлылық деген атеистік дегенді білдірмейді. Зайырлы дегеніміз озық, толерантты, ашық қоғам. Біз дәстүрлі діндерге қолдау көрсетіп, кез келген экстремизм түрін үзілді-кесілді мойындамаймыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясы адамды, елдің азаматын, оның құқықтары мен бостандықтарын ең жоғары құндылық деп жариялады. Сондай-ақ мемлекетті оның базалық зайырлы құндылықтарын іс жүзінде сақтауға және қорғауға міндеттей отырып, Қазақстанның зайырлы тәртібінің негіздерін белгіледі. Дін кез келген қоғамның рухани өмірінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Конституцияның іргелі ережелері негізінде 2011 жылы қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ол азаматтардың бостандық құқығын жүзеге асырудың құқықтық механизмі болып табылады. Құжаттың кіріспесінде осы заң Қазақстан Республикасының өзін демократиялық зайырлы мемлекет ретінде орнықтыратынын, әркімнің ар-ождан бостандығы құқығын растайтынын, әркімнің діни нанымына қарамастан тең құқылы болуына кепілдік беретінін, ханафи бағытындағы исламның және православиялық христиандықтың халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін танитынын, Қазақстан халқының рухани мұрасымен үйлесетін басқа да діндерді құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың және азаматтардың діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге алады. Бүгінгі Қазақстан көп конфессиялы мемлекет. Мұнда дін қоғамдық өмірде маңызды орын алады. Сондықтан діннің мемлекеттен бөлінуі діни ұйымдарды белсенді қоғамдық өмірден ығыстырудың белгісі емес. Қазақстан Республикасы діни бірлестіктермен өзара іс-қимылды нығайтып, олардан алыстамай, керісінше белсенді ынтымақтасуды жөн көреді. Зайырлылық қағидаты дінді теріске шығаруды білдірмейді. Азаматтардың құқықтарын бұзбайды. Әрбір азамат мұсылман, христиан, буддист, атеист немесе агностик болуға құқылы. Зайырлылық таңдау еркіндігінің міндетті шарты. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы Ержан Нөкежанов.